Баланы ерте ұйықтату көп проблеманы шешеді. Көп аналар баласының өте ашушан, капризный, сабақ үлгерімі нашар, зейіні төмен екенін айтады. Осы сияқты көп проблеманы баланы ерте жатқызуымен ақ шешуге болады. Яғни балаға режим керек. Ұшқалақ, тынымсыз, қағылып-соғылып жүретін, эмоциясын басқара алмайтын балаға тіпті екі есе режим маңызды. Баланың бойының өсуінен бөлек ерте жату иммундық және жүйке жүйесіне қатты әсер етеді. Өйткені түнгі 22:00-ден кейін мелатонин гормоны бөлінеді. Ол баланың жүйке жүйесінің тыныштығына, тәбетінің тартуына, иммунитеттің жоғары болуына әсер етеді. Ерте жатқан бала аяқ асты бүйректен сирақ шығармайды. Эмоциясы көбіне бір қалыпты болады. Сабақ үлгерімі де жақсарады. Режимді сақтау ең алдымен баланың физиологиясы үшін керек. Себебі түнгі 21:00-ден бастап 23:00-ге дейін ғана бөлінетін өсу гормондары бар. Бойының өсуіне тікелей жауап береді. Балаңыздың бойы ұзын, сымбаты келісті, буындары мықты болуы үшін оннан кеш ұйықтамағаны дұрыс. Ерте жату рутина. Бұл дегеніміз күнде бір уақытта қайталай беретін алдын ала белгілі іс-әрекет. Рутинаның режиммен болуы баланың психикасына тыныштық сыйлайды. Солайша ол дисциплинаға үйренеді, тәртіпке бағынады. Қазір көп балада ерік-жігер төмен. Бір істі соңына дейін жеткізуге салғырт қарайды. Мотивациясын өшпейтін етудің ең дұрыс жолы баланы тұрақты түрде ерте жатқызу, режимді ұстану. Айтпақшы, режимге бағыну телефон мен гаджетті азайтудан басталады. Телефонға тәуелді баланың режимін сақтау мүмкін емес. Аналар баланың зерек, ақылды, сау болуы үшін өте көп фактор әсер етеді. Соны алдымен режим қалыптастырудан бастаңыздар. Сіздің үйде режим сақталады ма?